Қытай жекпе-жектерінің шебері Джит Кун До стилінің негізін қалаушы Брюс Ли 1940 жылы Сан-Франциско қаласында Қытай операсының актері Ли Хо Чон мен Грейси Лидің отбасында дүниеге келді. 1941 жылы олар Гонконгқа оралады. Кішкентай Брюстің балалық шағы сол жерде өтті. Брюсті тәрбиелі бала болды деуге келмейді. Ол Гонконгты басына көтеріп, достарымен базардан алмаға дейін ұрлап жүрді. Денесі арық болғанымен ол қарсыластарының салмағы мен бойына қарамай төбелесе беретін болды. Күнде кешке анасы жыртылған киімін тігіп отырса, әкесі ұрыстың астына алатын болған. Әкесі баланың күнде төбелесіп, көзі көгеріп келгеннен шаршап, күніне $12 төлеп кунг-фу сабағына береді. Брюс Лидің мұғалімі Намхо қаласының бұрынғы полицейі Ип Ман болды. Ол күн сайын 5 километр жүгіріп, кеудесін жерден 100 рет көтеріп, құм толтырылған сөмкелерді ұрып дайындалды. Нәтижесінде Брюс бокс пен дзюдо, винчун және джиу-джитсу техникасын жетік меңгеретін болды. 18 жасында ол Қытай фильмдерінде 20-ға жуық фильмге түсіп үлгереді. 1958 жылы Брюс Ли басты рөлді сомдаған жетім картинасы шықты. 19 жасында американдық азаматтығы бар Брюс Ли Сан-Францискоға, сол жерден Сиэтлға аттанады. Онда ол мейрамхана ұстаған әкесінің танысына хабарласады. Ол Брюсті ресторанына даяшы ретінде жұмысқа алды. Жұмыс істеп жүріп ол Эдисон техникалық мектебінде оқып, ал кейін Вашингтон университетінің философия факультетінде оқыды. Оқу кезінде Брюс американдықтарды шығыс жекпе-жегіне үйрететін дәрістер оқыды. Көп ұзамай оның талантын режиссерлар байқап, сериалдарға түсірілімге шақыра бастады. Ол Америкада қысқа уақыт ішінде танымал болды. Брюс Лидің жанкүйерлері ғана емес, шәкірттері де пайда болды. Көп ұзамай ол жекпе-жек мектебін ашып, Джит Кун До стилінен сабақ берді. Брюс үлкен киноға түскісі келгенмен Голливудтан ұсыныстар болмады. 1971 жылы Брюс Гонконгқа оралу туралы шешім қабылдады. Онда жаңа киностудия ашылған болатын. Директор оны басты рөлге түсуге шақырып, жекпе-жек сахналарын өзі қоюға рұқсат берді. Осылайша ол ойнаған Большой босс картинасы жекпе-жек өнері түсінігін төңкеріп тастайды. Жанкүйерлер алдымен Азияда, ал кейін әлем бойынша қаптай бастайды. Келесі Путь дракона мен Кулак ярости фильмдері Брюсті кино жұлдызға айналдырды. Кинолардың бюджеті де аз болмағанымен кассалық жиналымы рекорд қойды. Жалпы есеппен ол 36 фильмге түсті. Жұлдыздың өмірі мен шығармашылығы туралы көптеген картиналар түсірілді, ал Брюстің қатысуымен аяқталған соңғы картина Выход дракона болды. Брюс Ли мен Джеки Чан екі фильмде бірге түскен болатын. Бірінші Кулак ярости фильмінде Джеки шәкірті болып, ал Выход дракона картинасында каскадер ретінде ойнады. Сценарий бойынша ол терезеден ұшып құлауы керек болды. Түсірілімнен кейін Брюс Джекиге жақындап, жағдайын сұрап құшақтаған екен. Джеки Лиге деген құрметі мен оның шеберлігін жиі еске алып тұрады. Брюс Лидің жылдамдығы бұл бөлек әңгіме. Зеленый шершень фильмін түсіргенде камера үлгермегендіктен оған қимыл жылдамдығын азайтуды сұраған болатын. Мысалға, ол ауаға күріш дәнін лақтырып, тамаққа арналған таяқшамен қағып алатын болған. Ал 1 дюймдік ұруы өзінен бірнеше есе ауыр адамдарды 5 метрге ұшырып жіберген. Чак Норрис пен Брюс карате чемпионатында Чактың жеңісінен кейін 68 жылы танысты. Одан кейін олар 3 жыл бойы бірге Брюстің ауласында дайындалған болатын. Вашингтон университетінде оқып жүргенде Брюс 17 жасар Линда Эмеримен кездеседі. Олар танысып 64 жылдың жазында үйленеді. 65 жылы ұлы Брэндон, ал 69 жылы қызы Шеннон дүниеге келді. Брюстің ұлы Брэндон Лиде актерлыққа келген болатын. Бәлкім Ворон деген фильмді көрген боларсыздар. Картинаның соңғы эпизодында Брэндонға бос патроннан оқ атылу керек болған. Бірақ шынайы оқ ішіне тиіп омыртқада тұрып қалады. Ол 12 сағаттан кейін қан жоғалтудан қайтыс болды. Брэндон Ли ол кезде 28 жаста болды. Брэндонды әкесі қайтыс болғаннан кейін тура 20 жылдан кейін Сиэтлда Брюстің жанына жерледі. Брюс Ли соңғы Игра смерти фильміне түсіп жатқан болатын. Түсірілім кезінде ол есінен танып 3 минут бойы ес-түссіз жатты. Кейін өзіне келгенде дәрігерлер қан қысымы көтерілгенін айтты. Жарты айдан соң ол әріптестермен сценарий жайлы келісуге пәтерге жиналады. Брюстің басы ауырып дәрі сұрайды. Әріптестері Брюсқа қарапайым аналгин берген болатын. Сол күннің кешінде жатып тынығып аламын деп сол күйі оянбады. Актердің өлімі туралы сыбыстар көп болды. Кейбір журналистер қанынан есірткі табылды деп те жазған болатын. 32 жасар жекпе-жек жұлдызын Сиэтлда жерледі. Өмірі қысқа болса да, артынан қалдырған мұрасы әлі күнге дейін Брюс Лиді құрметпен еске алуымызға себепші болып отыр. Менің бүгінге айтарым осы, достар. Контент ұнап жатса пікір қалдырып, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.